Қалайсыздар? Мына алмаға қараңыздаршы, қалай әдемі болып өскен. Мен ауылға келмегелі 2 айдың жүз болыпты. Ауылда осындай алма өскенде білмеймін ғой. Содан қой деп, еще оның өзіне енем звондап, кел ана үйді жинап беріп кет дегеннен кейін келгем ғой. Содан видеоның басын осындай әдемі алмамен бастайын деп шештім. Үйге келсем, холодильниктің іші мынандай, столдың үсті мынандай болып жатыр. Содан қой деп, жұмысыма кірісейін деп, перчаткамен әзілетімді алып алдым да, жұмысыма кірістім. Аяқтардың бәрін жуып болып, деп далаға шығайын десем, газым тұр ғой, мә деп. Содан не керек қой деп, газым жуып тастадым да, үстіндегі қазандарға қарасам, қолмен қырғанға кетпейді-ау дедім де, беседкеге барып, қазанға су құйып қайнатып, өстіп қазандардың қақпақтарын, қазандарды салып едім. Майларын қараңыздаршы, қалай кетіп жатыр, саған. Өзім бір неден, осы ютубтан бір не көріп едім, рецепт, соны салып қырып едім. Кәдімгідей кетті ғой, міне өстіп жылтырап әдемі болып шықты ғой қазандарым. Одан кейін холодильникті тап-таза жуып, үйді жинап, осылай ауылдан қайттық.